Баршаға сәлем, бұл түнгі қала ойыны. Мафия кім? Дания, сіз мафиясыз ба? Мен халықпын. Басталды. Ауыстарында алыңдар, мен халықпын. Дәрігер. Сен мафия, сен. Үндемей отқанда үйде бәрі де ол қазақтың мақалы. Бірінші ана жақта бірінші номер деп Баршаға сәлем, бұл түнгі қала ойыны. Біздің қатысушыларымызбен таныс болыңыздар. Бірінші номерлі Дания, екінші номерлі Бексұлтан, үшінші номерлі Маржан, төртінші номерлі Арай, бесінші номерлі Ахмет, алтыншы номерлі Алиса, жетінші номерлі Ақбота, сегізінші номерлі Нұрсұлтан, тоғызыншы номерлі Фарангис. Ойынның шарты қызылдар мен қаралар. Яғни қаралар олар мафия болады, ал қызылдар болса қала тұрғындары. Ал қала тұрғындарының ішінде бір дәрігер болады. Дәрігер өзін бір-ақ рет ғана емдей алады. Ендеше карталарыңызды көруге рұқсат. Бірінші түр танысу болады. Қала ұйықтайды. Мафия оянады. Мафия ұйықтайды. Дәрігер оянады. Дәрігер ұйықтайды. Қала оянады. Сөйтті şimdi Барлықтарыңа бірақ сұрақ қоямын. Мафия кім? Дания, сіз мафиясыз ба? Сіз мафиясыз ба? Мен халықпын. Бексұлтан, сіз мафиясыз ба? Бар. Мафия. Маржан, сіз мафиясыз ба? Арай, сіз кімсіз? Ахмет, сіз кімсіз? Алиса, сіз кімсіз? Мен халықпын. Ақбота, сіз кімсіз? Сөзін жеп қойды ғой. Нұрсұлтан, сіз кімсіз? Мен қарапайым халық. Фарангис, сіз кімсіз? Мен мафиям. Мәсі. Ал енді искусство басталды. Искусство? Бал, дискуссия басталды. Искусство. Қалай ал? Мафия міне жерде ойындарын көрген жоқпын арқасын. Сіздікін көрдім мен ойын, сіздікін көрдім, сіздердікін де көрдім. Бірақ бұл жерде мен көрмеген ойын үшін мынау Арай ма? Арай. Содан кейін Ахмет. Олардың ойын көрмедім. Сондықтан мен ол төртеуінен, осы үшеуінен әзірше күдіктен алмаймын. Сондықтан мен қазір күдіктен отырғаным. Мынау бірінші 9-шы номерде Фарангис. Содан кейін Олеся. Одан кейін Ақбота. Неге үшін десеңіздер мен осы үшеуінен күдіктенемін. Мысалға мен күдігім дұрыс емес болуы да мүмкін. Бірақ енді менің жүрегім сезіп тұр. Менің ойымша 6-шы номерге қатысушы, өйткені ол баста эмоциясы басқаша болып, қазір бір кішкене күліп, деке болып, мен осы қыз деп ойлаймын Мафия. Мен Ахмет. Мен Алтын. Мен ойлаймын Фарангис. Фарангизден күдіктенемін, өйткені ол сіз кімсіз дегенде мафиямын деп Бексұлтан ойнап айтты, ал Фарангис ол Сенімді көп ойнаған жоқ. Мафияны көп ойнаған жоқ, сол үшін ойын ережесін білмейді, ол ойындады деп ойлаймын. Мен де Алисияның сөзіне қосам, мен Фарангис деп ойлаттым. Мен сізге ойнап қалсам. Мен Данияның ойынын көрдім. Бірінші ойында Дания деп ойлаймын, одан кейін төртінші номерде Арай аламын. Өзім ойын көрген жоқпын, бірақ бағана бастамай тұрып отырған кейменен қазір отырған кейі екеуі ектірді. Қанық қойшы, бүйтіп отырсыз. Жоқ, Дания мен мафия деп ойлаймын, себебі ең басында отырдық қой, сол кезде ол
мындай сабырмай отыр да, одан кейін картасын қарады, уже беті қызарып. Содан кейін өзінде қызарып өтірік албай алмайды. Ой. Жарайды, мен онда не істейміз? дауыс бере бастайды. Сайлау. Ал ендеше сайлау басталды. Қараңызға. Қараңызға бір дауыс. Мен? Олеся. Маржан. Менің ойымша Фарангиз. Арай. Менің ойымша 5-ші нөмірлі Ахмет. Ахмет. Олеся. Олеся. Мен Фарангизге. Ақбота. Нұрсұлтан, сіз ше? Фарангиз. Ал Фарангиз, сіз ше? Төртке төрт. 4-ке 4. Ал Алиса ақталыңыз. Мен халықпын, маған сендер өйткені мен халықпын, ал Фарангиз ол бағана мафиямын деп ол ойын ережесін дұрыс толық білмейді, сондықтан ол сіз кімсіз дегенде мафиямын деп жауап берді. Мен Фарангизде күдіктеніп отырмын, дауыстарымды алыңдар, мен халықпын. Мен халықпын өйткені мен әр ойында осылай күліп всегда солай отырамын. Активный дейсіз. Иә. Солай отырамын. Фарангиз, сіз ақталыңыз. Мен халықпын, просто әркім таңда деген кезде мен просто бірақ мафия таңдалғандықтан мен өзімді мафия деп айта салдым. Мен халықпын, дауыстарым қайталанды. Ал дауыстарыңызды Мен аламын. аласыздар ма? Олесядан аламын да Фарангизге беремін. Мен де аламын, Алисадан алып Фарангизге беремін. Фарангизде 5 дауыс. 6. 6. Фарангиз ақталасыз ба? Дәрігер ма не? Менің ойымша бұл ойын өте күшті өтті, себебі әділ болды деп ойлаймын. Тағы да болғанда қатысам. Мафия оянады, өз таңдауын жасайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дәрігер. İman selamat mısınız? Халық оянады деп Кеттік ағай. Халық оянады. Ал біздер осы ойында бір қатысушымыздан айырылдық. Номері 7-ші ойыншы. Көрсетеріңіз картамыз. Мафия, мен айтып кетейін. Соңғы сөзіңіз. Мафия Дания. Мен жаңа айттым. Сен мафия. Сен емес. Сен! Мен емес. Жоқ, мен айттым жаңа. Мен Дания дедім. Менен басқа ешкім Данияны қолдаған жоқ. Одан мен айттым, мені ойында өлтіріп кетеді. Себебі мафия Дания дедім. Себебі мен ғана оған қарсы шықтым. Мен өлтіріп кетеді. Және күдіктенемін. Кімнен? Бексұлтаннан. Арайда. Рахмет, Давай. Бүгінгі ойын үшін көп рахмет. Мектебімізде дәл осындай ойындар көп бола берсін. Бұл жолы халық ақмақ. Арамызда әлде 2 мафия бар. Жақсылап ойланыңыздар. Ал ендеше дискуссияны бастайық. Мен мафия деп кім ойлаймын? Айтайын. Бірінші номер мафия емес ол. Мен білемін. Осы менің қатарымнан сол жақтан бар. Иә, білмеймін. Al benim oyunca 1-5. Жоқ, 1-5 онша емес ол. 5 сонша. 1 онша емес. Жоқ, негізі бірінші 5-ті шарық. Настроениесіме өзгерте бересіз. Бірінші серьезный. Не, шынымен. Сен өзіне емес. Жоқ, қараңыздар. Мен бір сұрақ айтайын. Жарайды, ол жерде тоқта. Мен бұл жерде қараңдар. Бесі неге күдіктен отырмын? Ол эмоциясын кәдімді ауыстырып отыр. Әне сайын. Ол кәдімді өзінің кәдімді қылықтарын жасап, не болатындай да. Ұялған, не болатындай. Ал бірақ бірінші, бір деп атсыңдар сендер. Неге? Ол жай ғана тыныш отыр. Әркім сөзіне қосылып. Өйткені ол халыққа сәл ұқсайсыз. Ал 5 онша ұқсаймай тұр. Ол күмәнді 80% жоғарыда ұстап тұр. Ал қалғандары нормада отыр. Мен қалғандарын айта алмаймын. Бірақ бірінші ойында осы 5-ті құртып көрейік қазір.
Ал ендеше мен де бестеймін. Өкінесіне қала тұрғындары осы екеуі мафия болуы мүмкін екенін Мен қалап тұрмын. екеуі ойласып отыр. Қалап тұрмын кәдімгі. Сен неге оған айтып мыналарға айтып айтшы. Мен айтып отырмын. Болмайды. 4 келеміз. Үшеуі бір 4 5. Жоқ, 5 Жоқ, неге? Не айтыңыз? Аргумент айтыңыз сіздер. 4 5. Жоқ. Үндемей отыр да. Үндемей отқанда үйде бәле деп ол қазақтың мақалы бар. Бірақ ода не жоқ. Мысалы, ода эмоция көрініп тұрған жоқ. Арайда оның не нәрсе бар. Жай ғана тыныш отыр. Адамдарға кәдімгі халық сияқты артынан еріп отыр. Мысалы, бұл жерде 3 адам болып қалсам, енді айтсам болады. Беріп көрейік, үндемей отыр, бағанадан бері деп. Бұл жерде әлі көп адам. Бұл жерде тағы бір қателесуге осы не қылуға болады. Бірақ одан кейін қателесуге болмайды. Мысалы, мен қазірше 5-ті көргім келіп тұр. Сондықтан 5-ке дауыс берулеріңізді өтінемін. Мен емес. Мен ойлаймын, мына екеуі бір-бірімен ақылдасып отырып, өйткені мен өлтірмекші, өйткені олар сендер шатастырмақшы. Ол мен мұнда қала тұрып мен өзімнің настроениемді өзгертіп отқан жоқ. Мысалы, жаман болады демейсің. Неге біресе күліп отырсың. Жоқ, настроениең өзгеріп отырсың. Сен эмоция кәдімгідей ашылып кетіп қатты өзгеріп отырсың ше. Сен өзің ал ендеше сайлау басталады. Дауыс беріңіздер. Бірінші номерлі қатысушы. Не шатасып кетті мен. Бұл дауыс берші. Ахмет, 2 дауыс. Маржан. Арай. Ахмет. Алейша. Нұрсұлтан. Ахметте 5 дауыс. Ахмет ақпалыңыз. Мен мына жерде мафия емеспін. Мафия Бексұлтан мен Нұрсұлтан. Өйткені екеуі бір-бірімен ақылдасып отырып, ол мені жоймақшы, өйткені сендерді қала тұрғындарын шатастырмақшы ол екеуі. Мен мафия емеспін. Неге олар мені жойғызғым күдіктенеді? Жоқ, қарашы мен. Эмоциясын білдіріп отқан Арай бар, Алесия бар. Оларды үндемей отырмын. Қарашы, олар үндемей отыр, бірақ бір қалыпта отыр. Ал сіз болсан кәдімгідей жыбырлап, андай эмоцияларыңыз келтіріп отырсыз. Ал бірақ сіздікін айтпаймын. Бірақ қала тұрғындары өкінеді. жоқ, осыны Дауыстарыңызды қайтып аласыздар. Алмаймыз. жоқ, алмаймыз. Қадырыңыз ашыңыз. Қақтарыңызды ашыңыз. Ендеше қала тұрғыны бір мафияны анықтады. Бүгінгі ойын қызық болды. Мен мафия болдым, бірақ қала тұрғындары бірлесіп мені жойып жіберді. Бірақ мен бүгінгі неге мафияға жеңіспеймін. Қала ұйықтайды. Мафия оянады. Өз қалауын жасайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қала оянады. Біз енді 8-ші номерлі қатысушыдан айылдық. Қала тұрғыны. Соңғы сөзіңіз. Менің сөзімді нағыз бірінші нөмірде осыған менің айтқаным сендерше осыған бір голос беріңдер. Мен сендер егер осы болса мен сендер бір скучнее қойып беремін. Осыған бұл түнгі қала ойыны өте қызықты болды. Менің ойымша бірінші нөмірдегі қыз мафия. Өйткені ол өзінің эмоциясын өзгертіп отыр. Осындай бағдарламалар қайта көбірек болса екен деймін. Ал ендеше дискуссияны бастаймыз. Сіз кімнен күдіктенесіз? Мені қойшы. Жоқ, мені қойшы. Жерде айтайын. Ал, жар болсын. Айтшы. Мен сенші? Иә, солай. Айтшы. Мен сен бұл жерде мафия мынау деп Кімде, кім? Қойын. Айтшы. Айтшы. Менше мына мафия... Мен ғой. Менен ойлайды да. Сөйлейін да, менше бұл жерде мафия... Бексұлтан. Мен оған вообще ешқашан сенбеймін. Халық болса да мафия болса да сенбеймін. Кетіп жаңа мафияны шығарып жүрді, иә? Мен мафия сен былай не істеп отыр дейді, иә? Қалай істеп отыр? Менің ойымша бұл жерде мафия Бексұлтан. Себебі бұндай жағдай болып көрді. Бұрын бірге ойнаған кезімізде мен оны халық деп оған сеніп отқан кезде ол мафия болып шықты. Ол өзі
яғни ол тоже мафияны, оны мафия деп өзі мафия болып, яғни сатып, оны ұстап берді да, ол себебі бұл жерде нандай, ол мафия себебі ол бұлай отыр деген сияқты. Сен өзің ұстап берген жоқсың ба? Бірінші ана жақта бірінші номер деп сен дауыс берген сен бассың ба? Ақниет деп. Не өтірік айтасың да? Не өтірік айтасың ба? Сен бірінші дауыс бердің. Ал Бек Сұлтан, сіз кімнен? Мен күдіктенетінім Диана ма еді? Жоқ. Диана не София ғой, короче. Мен осындай жағдай болды. Короче, мынандай бұл мафия екенін дәлелдеп беретін менде 3 аргумент болды. Уже ол мынаяқтан 5-ші номерлі қатысушымыз жіберді ғой. Одан кейін уже бірінші өзі дауыс берді соған. Бірінші дауыс берді, дұрыс па ол өзі? Еще бірақ маған келіп күдіктеніп жатыр. Бексұлтан өйтіп бүйтті. Өйткені ол өзі мафия болып тұрып, өзін алып қалғысы келеді. Ол неде жеңгісі келеді. Бірақ ол не қыла алмай отыр. Сендер көндіре алмай отыр. Бұл жерде көнетін адамдар жоқ. Өйткені адам мені шығарып жесе бұл ойында активистер жоқ. Міне, үшеуі де тыныш отырады, тыныш. Уже бітті. Бұл ойында ұтты полный 100%. Бір ночь болады, содан кейін екеуін таластырады. Уже ары кетеді ол жерде. Қазір маржан таңдайды. Мен шығып кеткеннен кейін. Бірақ мен сендерге айтам, дауысты осыған беріп көрейік. Осы мафия болмай шықса, мен сендерге өз картамды ашып көрсетемін. 100%. Үшеуіңді айтайын, тоқта, сіз үшеуіңіз айтайын, үшеуіңіз жеңіл ойыншысыздар. Өйткені ол жеңіл ойыншы деген сөз жай ғана адам маркасына еріп, слабый ойыншыда. Ол өйткені ойындарды көрмегенсіз, сіздер не жоқ сіздерде, не дейді ол, стаж жоқ дейді ол бір сөзбен айтқанда. Сол үшін үшеуіңізді алдан оңайырақ болады болған. Уже бұл да менімен таласып отыр, активист болып. Сондықтан сіз үшеуіңізге айтатыным, маған сеніп, осы Диана София дауыс беріп көрейік. София Мен ойымша, Бека, өткенде ол деген, мысалы, жаңа Нұрсұлтанмен отырып та, мынаны шығарып жіберейік, ақылдасып отыр. Менің ойымша мына мафия. Бека. Мен айтайыншы, жаңа. Менің ойымша, Алисия мен отыр. Ол жалғыз қалды еще, үндемей отырды, өзіне шығып. Жоқ, мен сізге айтайын, бұл Алисия емес, өткені мен оны 100% білемін, ойны. Әр ойында сондай, сізді де мафия деп ойлап отқан жоқ, маған сізді де. Бірақ мен осы Диядан мен көп күдіктеніп отырмын. Мысалы, жан-жағымда отырсыздар, бірақ мен көбінесе осыдан күдіктеніп отырмын. Еще мен не қылатын себебім, ол бағана адам таңдайтын кезде адамның жанында отқан адамға сезіледі. Сондықтан мен бұның сезгенім де бар арасында. Сіздерге айтатыным, бұл жерде мен мафия, мен ана кім қалай ойласаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен ойына шығып кеткеннен кейін үшеуіңіз жылдам ойына шығып кетесіздер, тез ойын бітеді. Өйткені сіз үшеуіңіз оңай, жемтік дейді ғой, сондай болып қаласыздар. Бір жағынан бағана мен Арайдан күдіктендім, егер Арай мафия болатын болса, ол ночта мені өлтіріп тастайтын еді. Ал жаңа Ақбота Даниядан күдіктенді, Дания сразу Ақботаны өлтірді, ол сразу білініп қалады, сол үшін Дания мафия. Ал Бека емес, өйткені ол всегда сондай ол. Бека емес ол вообще. Ал енді сайлауға салады. Досыңыз Дания. Маржан. Арай. Мен мафия емеспін. Мен енді кәсіді осындай негізі. Мен шешеп бұл жерден Бексұлтан жаңа айтқанымда осындай жағдай болып көрді. Мен өзім халық болдым. Бұл мафия болған. Бірақ мен ол халық деп ойладым басында. Сосын ол қасымда отырған, мен де білмеймін ол мафия екен. Оны мафия деп, яғни өз мафияны сатып, оны мынандай деп, ол сөйтіп былай отыр, шыбырлады, мындай деп. Кетші. Сөйтіп, оны мафия болып шықты, оказывается. Бәрі сонда оның халық екенін деп ойлап қалды. Яғни мафияны ұстап бергенге оны халық деп ойлап қалды ғой. Сондықтан аяғына келе жатып, сол кезде мен басқа бірді мафия деп ойладым. Оған мен ойладым да, оған айттым, ана мафия ол мынандай деп сөйтсем, аяғына мен шығып кеттім, сөйтсем, бұл мафия мынау болып шықты. Ол өзі халық сияқты активист. Жоқ, мен сіздерге мен айтайын. Мен бұл жерде айтайын сіздерге, мен мафия болсам, бағана сіздер мен бірінші бұл жерде құртадым, Маржан сіздер. Өйткені мен Данияны құртпайтын едім, ол өйткені маған не қылып отыр. Мен ақырғы ойында бұны құртатын едім, артымнан 2 адам ертіп алып. Не үшін десеңіздер, бұл екеуміз бәсеке болып тұрсақ, біз бірінші бәсеке адамдарды құртпай, жеңіл адамдарды құртып, одан бәсекеде өзіне сендіріп 2 адамды алып қалады. Ол жерде мафия адам мысалға мынау бірінші дауыс берді. Мен мысалға қазір бірінші кімге
Ақниетке бермедім мен бірінші. Мынау бер. Мен бірақ дұрыс аргумент айтып беріп, ұстап бердім сіздерге, дұрыс па? Бірақ мен сіздерге айтатын сөзім. Ал ендеше дауыстарыңызды өзгертесіздер ме? Жоқ. Мен айтайын, неге мен бірінші болып ақниетке бердім себебі айтты ғой бірінші нөмірді кімге бересіз деп. Сондықтан мен бірінші болып бердім ғой. Дауыстарыңызды өзгертесіздер ме? Жоқ, Данияр сияқты өткен ол деген кішкене мына Бекайдың айтқаны ашуланып жатыр кәдімгідей. Ал ендеше картаңызды ашыңыз. Бүгінгі ойында мен мафия болдым, бірақ өкінішке орай мен ұтылып қалдым. Біреу ұстап берді. В общем, бүгін ойын өте қызықты болды. Бүгінгі ойын өте қызықты өтті. Не үшін десеңіздер, мен мафияның екеуін де ұстап берген сияқтымын. Бұл жерде лучший активистка мен болдым, еще мен қасында көмекшілерім де болды. Оларға үлкен алғыс білдіремін. Маржан, Олеся және де Арай. Рахмет сіздерге. Ура, бүгін біз жеңдік, мафиядан құтылдық. Мен алдымен Бекаға рахмет айтқым келеді, өйткені ол бізді кәдімгідей қорғап, мафияның кім екенін білдіріп беріп отырды. Ал біз Бекаға сеніп, сол мафияны өлтіріпті. Бүгінгі ойын өте қызықты болды. Бүгінгі ойында халық жеңді. Мен оған өте қуаныштымын. Алда осындай ойындар көп болсын. Бүгінгі ойын бәрімізге ұнады деп ойлаймын. Бүгін халық жеңді. Екі мафияны да таптық сексуалдың арқасында. Ол бізге кәдімгідей мотивация беріп, барлығын сенімге кіре алды. Сосын мен бүгін белсенділігімді арттыра алмадым. Келесі ойында кездесемін деген үміттемін. Бұл ойында үздік ойыншылар Дания мен Бексұлтан. Ол емес. Бұл ойында үздік ойыншылар Дания мен Бексұлтан. Финалистер